біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер. Қазақстан ұлттық құрамасы соңғы жылдары айтарлықтай прогресс жасап жүр, және де өз жанкүйерлерін қуантып та жүр. Футбол тарихында қалатын, және де әрбір жанкүйерлердің жадында мәңгілікке сақталатын ерекше матчтары да бар. Әрине Қазақстан құрамасының соңғы кездері ойындары алдыға баспай жеңілістерге тап болып жүр. Алайда бұл жеңілістер тарихты жоққа шығара алмайды. Бұл видео Қазақстан құрамасының ең жарқын және де есте қаларлық жеңістері туралы болмақ. Олардың әрқайсысы еліміздің футбол тарихындағы маңызы орасан зор, және де футбол тарихында мәңгілік сақталып қалады. Олай болса біз видеоны бастаймыз. Лайк басып қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Ал біз кеттік. Сенің жігіттері мол, болайын біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Рейтингті Қазақстан Сербия 2-1 есебі 2007 жылғы Алматыда өткен ойын ашады. Сербия қашанда болмасын әлем чемпионатына тұрақты түрде қатысып отыратын құрамалардың бірі болған. Алайда ондай статус Қазақстан құрамасын қорқытпады. Және де Қазақстан құрамасы 2-1 есебімен сенсациялық түрде жеңіске жеткен болатын. Бірақ та бұл ойын көп жанкүйерлердің естерінде қалмауы мүмкін. Алайда Қазақстан құрамасының тарихындағы ең ірі жеңістердің бірі болып қала береді. Төртінші орынға Қазақстан Шотландия 3-0 Еуро 2020 іріктеу матчы жайғасады. Астанада өткен бұл ойында Қазақстан құрамасы Еуропаның элита командаларына саналатын Шотландияны 3-0 есебімен жеңген болатын. Ойынның алғашқы минуттарында Қазақстан құрамасының шабуылы шотландиялықтарды тығырыққа тіреді. Марат Быстров, Ян Варагоски және де Бахтияр Жаниевтің керемет голдары командаға сенімді жеңіс әкелді. Әрине білмейміз, шотландиялықтар бізді бір аяқпен жүріп-ақ ұтып кетеміз деді ма? Әлде шынымен де ойындар жүрмеді ма? Қайдан білеміз? Әйтеуір ой сұрай ұтылғанын білеміз. Ал бұл жеңіс Қазақстан футболының жаңа белеске көтеріліп бара жатқанына дәлел болды. Рейтингіміздің топ үшінде Қазақстан-Польша 2-2 2016 жылғы Астанада өткен ойын жайғасады. 2016 жылы Польша құрамасына қарсы біздің жігіттер ерекше нәтижеге қол жеткізді. Қарсылас команданың құрамында әлемдік деңгейдегі жұлдыздар өте көп болды. Соның ішінде Роберт Левандовски, Зеленский, Милик, Глик сынды ойыншылар болды. Бірінші тайм 2-0 Польша құрамасының пайдасына кеткен болатын. Алайда бұл есеп Қазақстан құрамасын сындыра қоймады. Қазақстан құрамасына мини камбэк жасау үшін 8 минут қана қажет болды. 51 және де 58 минутта 2 гол соғып үлгерген Хижниченко Астана аренаны бір сілкіп алды. Сол бір кездері 5 минутта 5 гол салып жүрген Роберт Левандовскийдің өзі де шарасыз болды. Есеп тең болса да Қазақстан құрамасы үшін бұл үлкен жетістік болды. Топ екінші орынға Қазақстан және де Украина арасындағы 2-2 есебімен аяқталған ойын жайғасады. 2022 жылы Астана аренада өткен бұл ойын нағыз драма еді. Қазақстан құрамасы Украина құрамасынан бір тайм бойы 2-0 есебімен жеңіліп жатыр еді. Алайда Қазақстан құрамасының намысшыл жігіттері қарсылас команданың босаңсығанын сезініп, сол бойы іске кірісті. Және де үмітіміз ақталып, Руслан Валюниннің 2 голы Қазақстан құрамасының жеңілмеуіне себепші болды. Бұл матчта тең есеп тіркелді. Бұл матч Украина үшін қымбатқа түсті. Себебі Украина командасы бұл матчта жеңіске жетпеген үшін Катардағы әлем чемпионатына бара алмай қалды. Мені жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер. Сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер, міне біздің жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Бұл видеода ең үздік матчталатын Қазақстан және де Дания арасындағы 3-2 есебіндегі камбэк жайғасты. Бұл матч Қазақстан құрамасы үшін жалпы тарих бойынша ең үздік матчтардың бірі деп ойлаймын. Себебі бүкіл матч бойынша 2-0 есебімен жеңіліп жатып, 2-2 қылдырып теңестірмей, жалпы 3-2 қылдырып камбэк жасап кету бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бұл камбэк жалпы Қазақстан елін ғана дүр сілкіндірген жоқ, жалпы әлем бойынша жайылды. Жалпы бұл матчтан кейін көп командалар Қазақстан құрамасымен менсінбей ойнауды тоқтатты. Бұған дейін де Қазақстан құрамасы көптеген камбэк жасап келген. Алайда әлем оған көңіл бөлген жоқ. Тек осы матчтан кейін ғана Қазақстан құрамасын мойындады. Жалпы видеоны қорытындылайтын болсақ, жалпы Қазақстан құрамасының үздік матчтары 5 ғана емес. Олар біз ойлағаннан да көп. Дәл қазір Қазақстан құрамасы даму үстінде, және де әлі де дамиды деген ойдамын. Ол үшін көп уақыттар кетеді, және де көп жұмыстар істеледі. Оны барлығымыз білеміз. Қазақта ел болам десем бесігіңді түзе демеуші ме еді? Егер де ел болып, жұрт болып Қазақстан құрамасын дамыған қаласа, онда КПЛ-мызды түзеу керек. Бүгін сіздермен бірге болған Санчо Фортанасы. Видеоны тіркеліп, лайк басып отыруыңызды сұранамын. Сау саламатты болыңыз. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық сабыр